Егер түнде таныс адамның дауысы далада шақырса, шықпа. Бұл адам емес болуы мүмкін. Ол сенің жүзіңді, даусыңды, қорқынышыңды да көшіре алады. Бұл оқиға ойдан шығарылған емес, кейбірі тірі қалмады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Бұл оқиға менің өмірімді екіге бөлді. Скинволкерге дейін және одан кейін. Біз үшеу едік. Мен, Арман және Нұрбек. Біздің соңғы айы, дала салқын, аспан бұлтты, ауылдан алыс, ескі қыстақта түнемек болдық. Телефон байланысы ұстамайды, интернет жоқ. Түн ортасында жел тоқтап қалды. Далада өлі тыныштық. Сол кезде адамның дауысы естілді. Арман, көмектесші. Бұл Нұрбектің дауысы еді, бірақ Нұрбек біздің қасымызда, отын жанында отыр. Арман орнынан тұрып кетті. Нұрбек әзілдеп жатыр ма деді ол, бірақ дауысы алыстан әрі біртүрлі созылып шықты. Менің бойымнан суық өтіп кетті. Дауыс дәл Нұрбектікіндей, бірақ ішінде бірдеңе дұрыс емес. Шықпаңдар дедім мен. Сол сәтте дала жақтан тағы дауыс шықты. Мен үсіп бара жатырмын. Нұрбек орнынан атып тұрды. Бұл мен емес, деді ол сыбырлап. Біз шамды алып далаға қарадық. Сонда адам бейнесі тұрды. Ол Нұрбекке ұқсайтын, бірақ қозғалысы қисық, басынан бастап аяққа дейін біртүрлі тартылып тұрғандай. Кенет ол жымиды, бірақ оның тістері тым көп еді. Көздері адамдікі емес. Мен сенмін, деді ол. Сол сәтте біз түсіндік. Бұл Скинволкер, адамның терісін киіп жүретін, дауысын, түрін көшіретін жаратылыс. Ол бір қадам жасады, денесі сықыр етті, сүйектері орнын ауыстырғандай дыбыс шықты. Арман айқалап жүгірді. Мен артыма қарамадым. Ол енді Арманның бейнесінде еді. Көт, деді ол менің дауысыммен. Мен жүгіре бердім. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей соқты. Таң атқанда ауылға жеттім. Арман мен Нұрбек табылған жоқ. Бір аптадан соң есігімнің алдында біреу тұрды. Ол маған қарады да, сен аман қалдың, бірақ мен әлі осындамын, деді. Ол менің түрімде еді. Оқиғадан кейін бірнеше ай өтті. Мен қалаға көшіп кеттім. Даланы, ауылды, түнді ұмытуға тырыстым, бірақ ұмытылмайды екен. Кейде айнаға қарағанда бетім бір секундқа бөгде адамдыкіндей болып кететіндей сезілетін. Бір күні подъезде көршімді кездестірдім. Ол маған ұзақ қарап тұрды да айтты: сен бұрын басқаша едің. Дауысы жай, бірақ көзінде қорқыныш бар. Түн ортасында есігім қағылды. Сағатқа қарадым. 04:00. Кім дедім? Ар жағынан менің дауысым шықты. Есікті аш, сен шаршадың. Денем мұздап кетті. Айнаға қарадым, ал айнадағы мен кешігіп қимылдады. Өзім жыпылықтағанда ол жымиды. Ол есікті аша алмайды, шақыру керек. Дауысыңмен, сенің сеніміңмен. Сол сәтте түсіндім. Скинволкер тек далада емес, ол адамдардың арасында кіріп кеткен. Жұмыста, көшеде, тіпті отбасында. Келесі күн жаңалықтан көрдім. Белгісіз ер адам өзіне қатты ұқсайтын біреумен жанжалдасқанын айтты. Видеодағы адам мен едім, бірақ мен ол жерде болмадым. Қазір сен осы оқиғаны тыңдап отырсаң, ал мен оны айтып отырмын. Бірақ бір сұрақ бар. Осы мәтінді жазып отырған шын мен бе,
әлде менің терімді киіп алған біреу ме? Егер видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.